Қайырлы таң барлық оянып жатқан адамдарға. Менің таңғы будильнигім осындай әп-әдемі қыз. Әдөш, әжукай. Қайырлы таң де барлығына. Қайырлы таң қазақ елі де. Әдеттегідей таңымыз дәрумендерден басталайын деп жатыр. Мен бұрынғыдай сол омега-3, D3 дәрумендерін ішемін. Әдөште D3 дәруменін ішеді. Осы жолы осындай California Gold Nutrition фирмасының дәруменін сатып алдық. Одан бұрын D3 Max қолданатын едік. Осыны да көбісі мақтайды. Көреміз. Және де осындай, ол бірақ түскі астан кейін ішемін. Бір мезгіл емізетін аналар үшін арналған дәрумендер мен минералдар. Осының барлығын мен iHerb-тен заказ беремін. Бұл яшықта бізде көгершіндер бар. Бір өзінің адамы ылғи келіп тұрады. Таң атпай сыртқа шығарып тұрады. Көрінбейді екен, қазір ішінде отыр. Таңертең келіп, тамағын беріп, ұшқызып кетеді адамы өзінің. Әдөш футбол қарап отыр. Балалар ойнап жатыр. Жалпы осылай балдардың сыртқа шығып ойнағанын күшті көрем. Өйткені қазіргі таңда барлығы дегенде көбісі үйлерінен шықпайтын болып кетті ғой. Әдөш, бүгін бізде күн суық, да? Аспан түнеріп тұр, күн жоқ, жел бар. Да, Әдөш? Жарты сағат жүріп қазір кіретін болармыз. Әдөштің неше тісі бар? Әдөштің 6 тісі бар, да? 4-еуі жоғарыда, 2-еуі төменде. Әдөш, әдекай. Көрсетші тістеріңді. Жүрегі, мамасының жүрегі. Біздер даладан кіріп жатырмыз. Осындай азық-түлік сатып алдық. Сүзбе, шұжық, тоқаш қызға кеміруге, секер, сосын тост жасауға нан сатып алдық. Жалпы осындай жастық агроремашының сүзбесі де, сүті де, айраны да, майы да өте жақсы болып келеді. Бұл өзіміздің отандық өнім. Оралдық деп айтайын. Өзіміздің қалада шығатын нәрсе. Сапасы енді өте керемет, дәмді. Айбекон вақтыда мен өзімнің жақсы көретін
Анатомия страсти сериалын жалғастырайын деп жатырмын. 19-шы сезон. Осы жақында 7-ші сериясы шыққан еді. Соны қарайын деп жатырмын. Негізі бұл сериалды қарап жүргеніме көп болды. Бірнеше жыл. 2003 жылдан бастап түсірілген сериал ғой. Ол кезде тіпті кішкентай баламын ғой, нешеде 12, бірақ енді ол кезде қараған жоқ. Осы бір 5 жылдың ішінде қарап жүрген болармын. Сериалдың барлық сезондарын қарап шықтым. Сол кей кезде ойлаймын, Әдөш деген хирург болатын болар деп. Өйткені осы сериалды аяғым ауыр кезде осы сериалды көп қарадым да. Одан бұрын да аяғым ауыр кезде де осы сериалды көп қарайтын едім. Хирург болғың келіп кетеді ғой, осындайды көріп алғаннан кейін. Осындай Әдөшке жүргек алып келе жатырмын. Үйге дейін жеткізіп тастайды. 5990 теңге. Қазір сапасы мықты, бағасы арзан, қолжетімді. Нағашы ата әжемізге келдік. Солардың үйіндеміз. Әдөш бұрынғыша тентектікті құрып атыр. Әдөш. Әдөкай, сен не мынаны жыртайын деп атсың? Бойы аз болды саған да? Енді аузыңа салма. Бәрі бітіп, енді соны жеуің қалды. Жоқ, болмайды. Шекеңді не істеп алғансың? Ұрып алғансың. Болмайды. Ишін. Мәссаған, сақ бол енді. Құлап қалма. Сақ. Үстелден осындай футболка көрдім. Айнұрдың бер жібергені ғой да? Футболка өткендегі Айнұрдың бер жібергені ғой. Күшті. Беріш кіші жүз дейді. Алибековтың футболкасы. Алибеков? Made in Kazakhstan дейді. Қазақстанда жасалған. Осындай кітап бер жүрген екен. Папаның баяғыдан бар кітабы. Өтті дәурен осылай деп. Қонаев туралы. Сосын ондай кітап бер жүріпті. Әпкем. Ақиқаттан аттауға болмайды дейді. Әдөш Алабайды көрді. Негізі қыста да көрген еді, бірақ ол кезде Әдөш кішкентай болды. Қазір енді 10 айлық бала. Қызық көріп тұр. Сыртта бұлтты, күн жоқ. Мына жерде мынандай гүл бар. Гүліміз гербарий болып кеткен ғой. Маға бір осыдан бірнеше жыл, бір 4 жыл бұрын болар. 5 жыл болмаса. Әпкем туған күніне сыйлаған гүл ғой. Біздің мама сондай сентиментальный адам. Мама да, папа да осылай берген сыйлықты лақтыруға қолдар бармайды.
Біздер нағашы ата әженің үйінде жүрміз. Әдеуіштің нағашы ата әжесі. Күшті ағаштарда бүршік жарып жатыр. Көктем барлығы сенбілік жасап жатыр үйлерінде, аулаларында бір қайнап жатқан тіршілік. Ауа деген тамаша, аспан ашық, күн шығып тұр, кәдімгі көктем. Бірақ бәрібір ызғар бар енді. Барлық көршілерде тазалап жатыр. Әдіш бетіне күн түскенді ұнатпайды, мазасызданады. Далада балдар ойнап жүр, велосипед теуіп. Тышқанайым қайда деп сағынып жүрген жоқ. Әдішті. Әдіш. Әдіш сағынып жоқ. Тышқанайым. Sıkıntılar normalde içine. Tata. Oldu. Ne yok? Tışkınayım. Әдіш Алабайды көріп, қуанып жатыр. Әдіш? Әдия? Күшті ма Алабок? Кеттік. Сіздер мектептің қасында отырмыз. Осындай мектеп бар. Деркөл деген шағым ауданда. Балалар көп. Жаным. Алла бергенім. Я ол істетек енді бізе. Құдай берген. Байланып қалды ма? Шешем деп жатыр ғой. Атасы. Әдіш? Әдікон? Неге мазасызданып жатсың? Ата машина жуып жатыр. Не қыз, не болды? Не болды? Әдіш Алабайды көріп, әңгіме айтып жатыр. Кішкене өс, ертең жіберем сені Алабайдың қасына.
Біз Адикон екеуміз келе жатырмыз көшеде, да? Мына бөпелер көп бізде. Не болды? Алабай не істеп жатыр, Адош? Не істейді?